ұстаздар менен ата-аналар, қадірменді оқушылар, сіздерді бүгінгі жарқында қуанышты мереке білім күні менен құттықтаймын. Білім күні бұл бүкіл халықтық мереке. Бұл мейрамның әрбір адам өміріндегі алатын орны ерекше. Әсіресе мектеп табалдырығын аттаған балалардың жүрегінде бүгінгі күн мәңгіге сақталады. Бүлдіршіндер үшін бұл сәулелі сәт қана емес, сонымен қатар жарқын болашаққа жасайтын маңызды қадамы да. Сондықтан олардың білім шаңырағындағы әр сағаты қызықты сабақтарменен, таңғажайып жаңалықтармен ұштассын. Биыл қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушы, ғұлама ойшылы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы. Абай атамыз адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп тезірек қолға түседі деген екен. Еліміздің ата заңы Конституция күнімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Қоғамның өркендеуіне қарқын қосып, Қазақстан халқының бірлігіне жол бастаған ата заңда бекітілген республикамыздың тұғырлы қағидаттары бүгінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Жылдан жылға біздің құндылықтарымыз, тәуелсіздігіміз, келісім мен бірлігіміз нығая берсін. Ел іргесі аман, келешегіміз кемел болсын. Қадірменді ұстаздар, ата-аналар мен оқушылар, биылғы жаңа оқу жылының тағы бір ерекшелігі әлемдік пандемия жағдайында білім саласының қашықтан оқуға көшуі. Оқушыларымыздың денсаулығын ойлай отырып, жаңа оқу жылын қашықтан оқытумен бастағалы отырмыз. Қазір бүкіл әлем бұрын соңды болмаған күрделі жағдаймен бетпе-бет келіп отыр. Бұл індеттің бүкіл қазақ жұртына да ауыр тигені сөзсіз. Аталған дерттің жалыны бүкіл дүние жүзінде шарлады. Төтенше жағдай елімізге айрықша қауіп төндірмей, бәріміз бұрынғы мамыражай қалпымызға жететін күнде алыс емес. Біз үшін халқымыздың амандығы менен балаларымыздың денсаулығы қымбат. Біз бұл дағдарысты жеңіп шығатынымызға сенемін. Еңбектің ең үлкені білім. Жаһандану процесі барысында біз білім сапасына ерекше көңіл бөлуіміз керек. Сонда ғана бәсекеге қабілетті ел боламыз. Сіздерге бүгінгі жайма шуақ күні жақсы көңіл күй, жаңа жетістіктерге ұдайы ізденіс, шығармашылық табыс, мықты денсаулық және сәттілік тілеймін. Бүгінгі күн сіздер үшін үлкен үміттер күні болсын. Қадірлі достар, баршаңызды бүгінгі білім күніменен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа оқу жылы баршаңызды жаңа жетістіктерге жетелесін. Оқуда да, еңбекте де алда болайық. Мереке құтты болсын.
алғашқы қоңырау үніммен мен мектепке барамын. Мектепке енді барамыз, біз оқушы боламыз. Жақсы оқып сабақты кілең аламыз. Өсті міне бойымыз, өсті міне ойымыз. Қуанышқа ортақпыз, құтты болсын тойымыз. Құлпырады қыр гүлі, арайланып таңыры, қауышады бұл күні сынып тастың барығы. Сайрап көңіл бұл-бұл, гүлге толы омырау, соғылады бұл күні ең алғашқы қоңырау. Мектеп қамқор анамыз, оқып білім аламыз. Өнерпаз болып өсетін біз оқушы боламыз. Өмірімнің көктемі сенде өткіздім деп келдім. Алтын ұя мектебім, армандарым көп менің, атқарамын деп келдім. Асыл ана мектебім. Құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар, ата-аналар, барша қазақстандықтар, сіздерді бүгінгі қуанышты айтулы мереке білім күнімен құттықтаймын. 1 қыркүйек халқымыздың дәстүрлі мерекесі. Білім беру мекемелерінің ұстаздары бүгін, яғни 1 қыркүйек күні білім қабырғаларын аттағалы тұрған оқушыларды қарсы алады. Бұл күн тек қана атаулы мереке ғана емес, бұл біздің еліміздің болашағы тәуелді болған қызу қайнаған жауапты кезең бастамасы. Дәл осы күннен бастап алғашқы қоңырау үнімен бірге әр адам өмірінің жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі басталады. Баршаңызды соның ішінде нөмір 36 орта мектебінің ұстаздары, ата-аналарды, оқушыларды білім күнімен және жаңа оқу жылы басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бүгінгі ерекше жайма шуақ күні жақсы көңіл күй, жаңа жетістіктер мен ұдайы ізденіс, шығармашылық, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін. Сіздер үшін үміттер күні болсын, құтты болсын 1 қыркүйек мерекесі.